He? Қалай? Жақсы. Bu ne? Kevil keyfiyatın жоқ. Kevil keyfiyat bola ма? Қоңсы көшіп келді. Bir ay болды көшіп келгенде. Көшпесе не болыпты? Сұп-сұлу қызы бар екен. Сөйтіп? Сол көргелі бері бір ұлыма бір ұйқы жоқ, маза қашты. Өйтіп қинала бергенше, біреуді жібер. Жібердік үйдің үшін, пайдасы жоқ. Яқ деп адырыпты. Неге? Қашан айтырып қойып екен? Я, біреу құлағына сырға тақып қойып екен? Яғау, мен оған үйленейін деп атырғам жоқ. Жаңа сұп-сұлу қызы скрипка шертеді екен. Төлеммен шертіп, адамды ұйқылатпай, мазаны қашырып. Адамды азап беріп болдым. Мен не екен десем? Баға? Өткенде жай салып атырпан дедің. Не қылды, бітті ме? Бітті, салдым ғой. Барайық болмасын ға. Болды. Әне, саған көрсетейін. Ана екі этаж бар ма не? Әне. Салғаннан кейін осындай екі этаж қылып сал деймен де. Дұрыс қылғансың. Қазір заманға мас. Екі этаж. Тым сұп-сұлу отырыпты, қараса. Қандай жарасып тұрған қара? Екі этаж деймен. Анау бір этаж бар ғой қасындағы анау. Бір этажға не бар деймен де? Бір этажға не бар? Сенің жайың бұз тұрыпты да. Сенің жайың екі этаж сұп-сұлу отырыпты. Анау бүлдіріп тұрыпты бір этаж. Сала алмайсам ба екі этаж қылып көшсе деймен де бір. Өйтіп сала алмайтын болсаң. Сен түсінбедің да. Соның қасындағына бір этаж біздікі. Біздің жай. Ана екі этажға не бар деймен де? Сенің жайың көрінбей шошаңдап, қылып сала берген. Не керегі бар оның деймен де? Басқа жаққа салса салатын болса. Сенің жайың мос үйіп, әзір ықшам болып бір этаж болып тұрыпты. Соны көрінбей бар деймен де? Көрінбей қалған. Мен сол екі этаж жайды, ата-анама өзім салып беріп қойдым. Жарасып тұрыпты. Бірақ екі этаж бүйтеді деп бір этаж болған. Қойы. Пай бала көнеріпті үйдеген. Бәрі ашылып кетіпті ғой. Мына бір жерлерді қағып тастау керек екен. Шөккіш керек. Нерлер ашылып кетіпті. Бұлардан бәрін қағып тастау керек. Біздің үйдегі бала қаяқта екен. Бақадыр! Бер кел! Баба. Бақадыр балам, мына қоңсы Балтабайдың үйіне барып, шөккішін әпке, мына бір жерлерді қағып тастайық. Балтабайдың үйіне ме? Балтабайдың үйіне шөккіш ағашы, балтасына қайта берген. Балтасы біздің үйде ғой, шөккішін ақ қайта берсе ғой. Яқшы. Бол тез. Яқшы. Бәр жерді қағу керек, ау. Балтабай шөккіш жоқ деп атыр ғой. Жоқ дей ме? Жоқ. Астағфиралла. Бағана көрдім ғой, үйінің алдында бір затты қағып отырған. Бір шөккішін қызған. Бұданам қоңсы болды ма? Яқшы. Бар. Ана үйдегі өзіміздің шөккіш тапшыға ал. Бұндай қоңысын көрмін. Берген. Және қолын бұлғанлатып deyіп апшыққа. Біреу көріп қойып, және біздерден сорап жүрер, Артыз, көрсетпе. Пай бала. Кейінгісі. Құтылмұратов. Анализлерін тексеріп көрдік. Ал қуантатығын еш нәрсе жоқ. Ал сізге ішуге болмайды. Шегуге болмайды. Және наспай атуға да болмайды. Болды. Және бір нәрсе. Бұлай қаңғыра беруге де болмайды. Үйден шықпай демалып жатуыңыз керек ал. Түсіндім. Қатын сүргіде кеп кетті мейлі, Барамын әзір. Кәттен тұр яқшы болды, барамын. Кеуіл кайпет жоқ. Сорама. Не болды, сол баяғы дәрт бей еле? Баяғы дәрт қой еле. Оны жинастыр. Сен ана 4-ші палатадағына хабар алдың ба? Анау сен больнойың анау. Енді жасы өткен ғой, қартайған. Анау, тағы бір больнойың бар ғанау. 6-ші палата. Оны соған не бармадың? Хабар алмадың ғой сол? Одан да хабар алдым. Жағдайы жақсы емес. Жақсы емес? Анау 10-ші палатадағы не? Ондағы. Кеше келген бе? Содан хабар алдың ба? Сұп-сұлу қыз, Нағыз аял боладың қыз сол. Мен барып телефонын алайын, Әлі содан хабар алсын ол. Әліміз алысып, үйленіп кетіп жүремін бе? Қайырыңа орпынды бақыдым. Жапарып бермәңге.
Assalamualaikum. Уалейкум ассалам. Көрінбей өтіп кетемен деп, я? Яғау. Сағат неше болды? Бұл не кешігу? Сағат 10 болды. Жұмыс нешеде? Жұмыс 8:30-да ғой. Сіздерге демалыс беруге болмайды. Қара көздерің қызарып тұр. 6-шы қала күн демалыс беріп, 2 күн ішіп жаттың, я? Яғау. Ұлыма ондай болған жоқ. Яғау деп қояды. Көздеріңе қарашы қып-қызыл болып айтып тұр ғой. Көзім одан қызарған жоқ. 6-шы қалауын 2 күн демалыс бердіңіз ғой. 2 күн давамында үйде жұмысты сағынып жылай беріп көзім қызарып кеткен ғой. Алла. Барсаң ма? Миымды қатырмай. Бар тез жұмысыңа. Кешікпе енді. Папа, ана балық. Балыққа. Ане, мамаң ұйқылады. Енді балыққа кеттік. Жүр. Ай, тоқта. Ана жерде қамырдан жентік сілеп қойыппен соны алып шық. Балыққа барамыз. Ол бары мен жеп қойдым ғой. Соның жейме. Балыққа жентік әп қойып қой. Яқшы, ана құтыда мәккені жібітіп қойыппен соны алып шық. Жентік қыламыз соны. Жүр тез. Оны жеп қойдым ғой. Масал болып тұрған екен ғой. Қандай баласа ол? Жүгіп тұрғаннан кейін жеп. Яқшы. Ана жерде шербей тұрып соны же, балыққа бармайын тұр. Барайық та едім, бағана барамыз сені қойдым. Апарамын дедім. Яқшы. Барамыз. Бар, қармақтап шық. Қармақты? Папа? О, қармақты алып шыққанда, ояқты жойдымасақ не қыламыз? Сол ғой я? Қармақ қала берсін. Жүр, өзіміз кете берейік. Балам, жүр, ауқатың ше. Қойшы, бармаймын ол. Бармаймын деме, ол. Ауқат жесең, бойың өседі, өрленесің. Яға? Бойың өсе ме? Онда сізді жесеңіз бойыңыз өсе ме? Еледі нағдай бұл өсе ме? Балам ау, біз өсуден тоқтадық қой, қартайдық қой. Онда өспейтін болсаңыз, ауқат жеппей қаласыз. Құтрадықтың жауы бол. Жеме қойыңыз. Жүрсе ауқатың жесе. Папа, және бір сұрайын деймін. Сора? Әмі айтады ғой, мужик дейді. Мужик деген не өзі? Мужик деген ол орысша сөз. Біздерде жігіт дейді. Ол шаңырағын бағып, көп пұл тауып, шаңырағын қорғап жүретін адамды орысыларда мужик дейді. Солай ма? Онда мен де ертең шаңырағын бағатығын, көп пұл табатығын, мамам ақсаған мужик боламын. Шықса ауқатын жесе бұл. Қаяқтағын тауып. Папа! Нүі? Анаққа сүйік келген ау. Барайық та? Қойса, шаршап тұрғанда жағып тұрмас ол. Қойса, папа. Мен барып атыпты. Мен ап алмайсың. Қой дегенде қой. Ондан көре ішке кіріп сабаң таярла бар. Папа? Нүі? Серікте не? Соп сұлу қызлар арсанарды бұлай секіртеді дейді. Яғай? Оға? Алдап тұрған жоқсан ба? Рас, соп сұлу қызлар арсанарды бұлай секіртеді дейді. Мен көп уақыттан бері соп сұлу арсаларды көрген жоқ едім. Онда қой барайық. Мамамнан апарайық ба? Яқ, мамаң сұп сұлу арсалардан қорқады ол. Үндеме. Ай, сен есенесің бе сен? Мен бар ғой, Лондонда туылғанмын ғой мен. Лондонда. Нөкіске көшіп келгенбіз ғой келімізді. Нөкіске көшіп келгенбіз. Мен больницада туылғанмын ғой. Сен не больницада туылып аурусың ба сен? Онда не больницада туылып жүрсің? Сол күн мамам ауырып қалған ғой. Онда маманың денсаулығы құрсын біреуін алып жібермедік қой. Сен көп ішіп жүрсең де, көп ішіп кеткенсің сен. Мен бе? Ава. Мен көп ішпеймін негізі. Мен 100 грамм жемедік бұған. Мен 100 грамм ішкеннен кейін, мына ішімде басқа адам пайда болады да, әне сол адам көп ішеді сол. Сол адам көп ішеді. Тыңламайды ғой мені. Сен көп ішіп жүрсең осы күндеріне. Ешқандай. Мен көп іше алмайтын болып қалдым ғой. Неге? Қолым қалдырап, көбісін төп бола береді қолым. Бәріңіз аяғы жүрсің. Іше алмаймын мен. Ай, Бахадыр Жора. Мына мен сіздердің келіншегіңіз екеуіңізге бір әуесім келеді да, мұхаббатыңызға әуесім келеді. Қашан көрсең,
қол сыласып, қолын жібермей, көшеде де қол сыласып жүресіз да. О қол сыласып жүрген жаңа бір-бірімізді жақсы көріп, бір мұхаббатымыз асып-тасып жатқан емес ол. Оны көшеде жүргенде қолын жіберіп көріп, зып етіп магазинге кіріп кетеді да, ақшаның бәрін салып тастайды. Сонда шаққан ол, тез салып тастайды. Ол шаққанлығы соншелі, оның сауған ақшасына мен тауып үлгере алмай тұрмын ғой. Сондай шаққан салып тастайды. Онда хауесін кемей қойсын онда. Жүре берейік онда. Папа, мен бар ғой, ана көшеден 5 мың сом тауып алсам не қыламан? Не қыласаң? О 5 мыңды біреу жөйтіп алған шығар. Оны тауып алсаң, мілсаға апарып тапсырсаң, сені жақсы бала екен, ақыллы бала екен деп мақтайды. Егер бар ғой, ана 1 миллион тауып алсам, сөйтіп милицияға апарып берсем, мені тым ақыллы бала екен деп мақтайды, Ондай кезде сен ақмақ бала екен деп айтады. Қане түс алды ма? Ондай кезде тек маған айт. Келі қарай, алма бар, алма. Ажаға кесе алмаға. Алып кет. Hello. Apple, many. Apple. Apple, many. Alma mı? Yes. Alma. Yes. 1,5 мың klası, 1,5 мың. What? $100. Anayakta 1,5 мың деп тұр ғой. Ала қояқ 1,5 мың. Yes. Бұлан. Бағадыр қалай? Қалай? Әй, сені дым аяйман да. Сонша үйленсең де, елі өзіңнің нәскейін өзің жүріп жүрсең бе? Мені кім деп ойлап тұрсың сен? Кім деп ойлап тұрсың сен мен? Мені өзім нәскейім, өзім жуатын еркекке ұқсаймын ба мен? Қарасаңшы жақсы. Қатының нәскей ғой мынау. Өзгемес ғой. Ал Бақтияр саған бір зат айтайын. Мана өзіміздің Бахадыр бар ма? Бахадыр ма? Менің жан жорам деп жүрсем, ұлым адам емес екен ғой. Неге? Бағана. Бар жоғы, о Бахадыр, 50 мың сом беріп тұр, жорамсан ғой десем, адам емес, берген жоқ. Енді сенен бір зат сұрайыншы, Бақтияр. Тоқтап тұр, жора. Сорамастан алдын бір зат айтып алайын да мен не? Айт, сен тыңлайман ғой, жора. Мен бар ғой, Бахадырден өткен бір адам емеспен ғой, нағыз барып тұрған айуан ма? Не сұрай бер? Мен бе? Жаңа Мақсетке барып көрейік пе, қарыз сұрап деп айта қойын деп ем ғой. Мақсет пе? Ауа. Сол нағыз жігіт, нағыз адам сол. Жүр соған барып сұрайық. Барайық. Ал, міне рентгеніңіз шықты. Шықты ма? Міне, сіз қараң міне. Мына өкпеңізде міне дақлар бар, көрдіңіз бе? Сіз көп темекі шегесіз бе деймін, Шегемен. Енді қандай темекілерден шегіп тұрасыз? Енді әртүрлі ғой. Сізге әр түрлісі болмайды. Егер менің маслахатымды тыңласаңыз, тек бірдей темекі шегің. Бірдей? Ау? Неге? Қашанға сен бір адам ізіне жүре бересің? Енді әркімнен сорап шеккеннен кейін, бір адам ізіне жүре бересің мен. Әркімнен сорап шекесің. Не? Бағадыр, не қылатсың? Не қылатсың ақшаларды лақтырып құрдан құр? Енді құдыққа тастап көп тұрған жүрсің. Енді құрдан құр неге таслап атсың құдыққа? Енді жаңа құдыққа 1000 сом түсіп кетті. Ал? Енді сол 1000 сом үшін түсіп алмай қойын дедім да. Енді еш болмаса 30 мың, 35 мыңдай болсын деймін да. Сол кезде барып түсіп аламын. Болды, енді түсім болады. Ача. Мынау түсіп қалды жаңа. Рахмет. Жүзде ақкөкірек жігіт екенсің. Егер басқа адам болғанда, қашан ішінде ақшалардың барлығын әкет қойған болар еді. Рахмет, кеуіңізге бердім. Ішінде 3200 сом не аламын мен бәрін. Не?